Түлкі мен қораз. Таң ала көбеңнен бір түлкі тамақ іздеп жүріп, ағаштың бұтағына қонақтап отырған қоразды көреді. Ағаштың түбіне келіп, мүләйімсеп қоразға: «Тақсыр-ау, тақсыр, таң атты ғой. Азан айтыңызда төмен түсіп, имам болыңыз. Жамағат болып, намаз оқиық» депті. Түлкінің қулығына түсінген қораз: «Түлкеке, ар жағыңда молданың үлкені жатыр. Сол кісіні оята қойыңыз. Бәріміз бірігіп, қауым болсақ болайық» деп қуыста жатқан тазыға сілтепті. Түлкі екі аттап артына қараса, бір бұрышта бүк түсіп қара тазы жатыр екен. Түлкекең аяғын мысықша басып, зыта жөнеліпті. Мұны көрген қораз жымиып: «Оу, пірадар-ау, пірадар, ой, намаз оқымаймыз ба? Қайда барасыз?» депті. Сонда түлкі: «Дәретім сынық кетті, тез дәрет алып келе қояйын. Сен азан айтып жұрттың тыныштығын алмай-ақ сәл шыдай тұр» деп күре жолға түсіп тартып отырыпты.